бізді аш қылып не істейін деп жатыр Құдай. Не істейін деп жатыр аш қылып? Жоқ. Алла тағала осы ай арқылы құрметтеп не істеп жатыр? Тақуалық мәртебемізді көтергісі келіп жатыр Алла тағала. Көрдіңіздер ме? Аллаға шүкір, жыл өткен сайын бұрын Рамазанды біз тек қана аштықтан тыйылатын, жыныстық мәселелерден тыйылатын ай деп ойлағанбыз негізі. Жыл өткен сайын білім дамып, Рамазан айы сөйтсек, бұл тек қана аштықтың емес, бүкіл дененің оразасы екендігін түсініп келе жатырмыз. Аллаға шүкір. Дұрыс па? Тақуалардың оразасына қарай ұмтылып келе жатырмыз, тырысып келе жатырмыз. Алла тағала сол тақуалардың ұстайтын оразасындай дәрежеге жеткізсін. Имам Ғазали рахимахулла ораза ұстаушыларды керемет қылып бөліп береді. Сауабул амма дейді. Жалпы көп халықтың ұстайтын оразасы бар дейді. Бұл ішуден, жеуден, жыныстық қатынастан тыйылған ораза дейді. Болды. Яғни қалған нәрселерден ол тыйыла алмайды дейді. Өсекті айтып қояды, өтірікті айтып қояды, біреудің айыбын ашып қояды. Дұрыс па? Бұл көпшіліктің оразасы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол адамның оразасынан ештеңе қалмады, аштықтан басқа дейді. Көрдіңіздер ме? Өте сақ болатын ораза екен. Екіншісі, бұл саумул хасса деп аталады, яғни арнайы тұтатын кісілердің оразасы дейді. Бұл ішуден, жеуден және, міне әдемі, және сонымен қатар тіліне, көзіне, құлағына ие болатындар дейді. Көрдіңіздер ме? Демек, оразаның негізгі мақсаты осы екен. Үшіншісі дейді, саумул хассатил хасса. Арнайлардың ішіндегі ерекше арнайы ұстайтын кісілердің оразасы дейді. Олар мүлдем бұл әлемде болмайды дейді. Яғни өздерінің жүрегін Аллаға тапсырып қояды дейді бір ай бойы. Ол не то что әңгіме айту, тыңдау өсе. Ол бұл әлемде жоқ, сенімен сөйлесуге уақыты жоқ дейді оның. Көрдіңіз ба? Сенімен сөйлесу. Неге? Ол бар ықыласын сол айда түгелімен кімге береді дейді? Раббысына арнайды дейді, Құранға арнайды дейді ол адам. Сондықтан имам Бұхари, өзіміздің жерлестер ғой, Орта Азияда шыққан үлкен ғалымдардың біреуі. 90 рет бір Рамазанда хатым қылатын болған дейді. Бір Рамазанда 90 рет Құранды хатым қылатын болған дейді. Біздің Рамазандар бір хатымсыз өтіп кетіп жатыр кейде. Көрдіңіз бе? Сосын бізде әңгіме айтатын уақыт көп та. Ол кісілерде сөйлесуге уақыт болмаған. 90 рет Құран хатым қылатын адам не әңгіме айтады? Сөйлесетін уақыт жоқ. Таңертең біреу, түстен кейін біреу, түнде біреу хатым. Рамазанның руханиятын сезінген адамдар осылай ораза ұстайды дейді. Сол имамдарымыз ізгілер құсап, ораза ұстап шығуды Алла нәсіп етсін. Тілімізге, көзімізге, қолымызға, аяғымызға, жүрегімізге барлығына сақ болған күйде өзі оразаның мақсаты не еді өзі? Не еді оразаның мақсаты, Ердәулет? Алла тағала Құранда не дейді? Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алалладина мин qablikum дейді. Сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Не үшін деген кезде не дейді? Лағаллакум таттақун дейді. Тақуалыққа жетулеріңіз үшін дейді. Қарасаңызшы. Оразаның мақсаты сізді Құдайды көріп тұр. Міне, тақуалығы арту арқылы Алланың махаббатына жеткізу екен. Бізді аш қылып не істейін деп жатыр Құдай? Не істейін деп жатыр аш қылып? Жоқ. Алла тағала осы ай арқылы құрметтеп не істеп жатыр? Тақуалық мәртебемізді көтергісі келіп жатыр Алла тағала. Көрдіңіздер ме? Бұл айдың руханиятын сезіну. Міне ертең уже келіп тұр Құдай қаласа. Әні міне дегенше келіп тұр. Аллаға мың да шүкір. Аман есен жеткені бар, жетпей қалғандар бар, кеше қайтыс болып кетіп жатқандар бар. Алла рахмын алсын. Жете алмай қалып жатыр біреулер. Алла тағала Рамазаннан Рамазанға жетсе білесіздер ғой, Рамазанның алғашқы күнінің оразасымен оның 11 ай бойы істеген күнәсін Алла кешіріп жібереді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Әр 5 уақыт намаз өзінің арасындағы, әр жұма мен жұма өзінің арасындағы, Рамазан мен Рамазан өзінің арасындағы және умра мен умра кіші қажым өзінің арасындағы кіші күнәларды кешіріп, пендені тазалап тұрады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Алғашқы күнімен біз оразада кешіріп келеді екенбіз. Енді жаңағы аяттағы тақуалыққа жетулерің үшін деген сөз тұр ғой, Бақара сүресінде. Сол тақуалар деген кім десек, қазір мына жерде мен тақуалар деген кім десем, бірнеше анықтама шығып кетейін деп тұр ше. Біреулер ойлайды екен, тақуа деген кім десе, ұзын мынадай шапан киіп, басында дәу сәлдесі бар, сосын аяғында мәсі, қысы жазы шешпейді, азаннан кешке дейін намаз оқиды. Сол тақуа деп ойлайды екен. Жоқ, мен тақуа болуым үшін именно сондай болып жүруім керек екен деп ойлайды екен. Жоқ, қате ол. Тақуалық неде емес? Сырт пішінде болмайды тақуалық. Омардың заманында радиалlahu бір кісі сүмірейіп кетіп бара жатыр дейді былай. Андай түрі салып алатындар бар ғой күшті, образға кіретіндер.
Ана образға кіріп алған дейді жаңағы. Аманшылық па не болды десе, Құдайдан қорқам деп айтады дейді. Айналайын дейді. Құдайдан қорқу ондай болмайды деп айтады. Көрдіңіз ба? Өйтіп өзіңді Құдайдан қорқатын адам сияқты көрсетпей ақ қой өйтіп дейді. Ат-тақуа ха-хуна дейді. Тақуалық жүректе болады дейді. Көрдіңіз ба? Сіздің сыртқы бейнеңізде болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум дейді. Алла сіздердің дене бітімдеріңізге качок не качок қарамайды оған дейді. Ва ла иля кескін келбетіңіз сымбатты екен, мынау сымбатсыз екен қарамайды дейді. Неге қарайды дейді? Ва лакин янзуру иля кулубикум дейді. Алла сіздердің жүректеріңізге қарайды дейді. Не бар екен? Ва аъмаликум дейді. Жүрегіңе қарағаннан кейін жүрегің нені растап береді дейді? Жүрегіңдегі нәрсені денең растап береді дейді. Көрдіңіз ба? Жүрегіңе және амалдарыңа қарайды дейді. Мына жерде не бар, сол шығады. Мына жерде не бар, сол шығады. Көрдіңіз ба? Демек тақуалықты қаққа тығу керек екен? Киімге тығу керек па? Жоқ, костюм шалбармен жүріп те тақуа болып жүруге болады. Әп-әдемі жылтырап жүріп тақуа болып жүруге болады. Қазір мына жерде имам Абу-Лайс Самарқанди тақуа адамдардың сипаттарын айтады қазір енді. Көбіміз мен өзім ұялдым енді. Көп адамды ұялдырады бұл кісі қазір. Өзі айтады бірақ. Егер де осы 7 сипатты айтам қазір мен дейді, тақуалардан көрген дейді, ізгі тақуа адамдардың сипаты. Егер де осы 7 сипат сіздің бойыңызда болса, Құдайға мақтау айт дейді. Егер де болмаса, онда осы сипаттарды бойыңа әкелуге тырыс дейді. Көрдіңіз бе? Енді мына біздің алдымыздағы ай, Құдай қаласа, сол сипаттарды бойымызға келтіруге үлкен септігін тигізетін мүмкіндік ай екен Рамазан айы. Бір жалпы не дейді өзі? Ғылымда да дәлелдеп отыр, 32 күнде адам егер бір нәрсені істей беретін болса, соған үйреніп қалады дейді. Көрдіңіз ба? Өсек айтудан тыйылам дедіңіз ба? 32 күн айтпай жүрсеңіз бар ғой, болды. 33-ші күннен бастап өсек айтпай кетеді екенсіз. Имам Абу-Лайс Самарқанди осы 7 сипатты келтіреді. Жалпы ана Хасан Басридің да сөзінде келеді ғой, рахмаллах. Анау не дейді? Сендер сахабаларды көретін болсаңдар дейді, тақуалықта. Сахабаларды көретін болсаңдар, мыналарды жынды деп ойлайсыңдар дейді. Қараңыздар, мына 7 сипатты айтам. Шынымен жынды адамдардың сипаты мынау ше. Сендер сахабаларды көретін болсаңдар, не деп ойлайсыңдар дейді? Жынды мынау деп ойлайсың. Сахабалар сендерді көретін болса дейді, ай мыналардың исламға қатысы жоқ қой деп айтады. Бірақ енді үмітсіз шайтан ғой, біз Алладан үмітімізді үзбейміз. Үміт пен үрейдің арасында өмір сүреміз. Сондықтан калиманы айттық, Раббымыздың рахмынан ешқашан күдерді үзбейміз. Бір салыстырмалы ретінде айтып жатыр ғой, бізді бір не істеу үшін, қайрау үшін. Ей, қаяқтасыңдар, сендер қайда, сахабалар қайда деп жатыр ғой кісі. Енді уақыттың жеткенше тез жетеуіне тоқталып өтейік, мынау өйткені әрқайсысы бір сабақ қой. Ең біріншісі дейді, Алла тағаладан бұл тақуалықты бірінші түсіндіріп алайық. Тақуалық деген нәрсе жаңағы не екен демек? Тақуалық Құдай істе деген нәрсені істеу, істеме деген нәрсені істеме. Осы тақуалық. Жаңағы не емес екен? Дұрыс киім жақсы, әдемі. Кең киім бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеттері. Бірақ не? Кең киімді киіп алып, аузына келгенде оттап жүретін болсаң, сол тақуалық бола ма? Болмайды. Көрдіңіз ба? Мына жерде қазір бірінші кететін, біріншіден ұшып кетеміз дейді. Бірінші дейді, ятабайяну фи лисанихи дейді. Тақуа адамның тілінен біліп қоясың дейді. Тақуа емес екен дейді. Танығыңыз. Неге десек, оның тілі дейді, өтіріктен сақ дейді. Қарасаңызшы. Тақуаның тілі өтіріктен сақ болады дейді. Білесіздер ғой өтірік деген, я? Өтірік деген міндетті түрде алдау емес біреуден. Қазір енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, біреуден мен естімедім деп айта беретін болсаң дейді, сенің өтірікші болуыңа жеткілікті дейді. Құдайдың құзырында өтірікші деп жазылып қаласың дейді. Көрдіңіз ба? Ана кім айтып еді, солай деп жатыр екен деп. Анық қанығына жеткен жоқсың әлі. Солай деп айтып жатыр енді, сол жерін естіп қалдық енді деп жібере береміз ғой қазір. Болды сол. Сөйтсең ол өйтіп айтпаған екен ғой. Мен бір жерде Аралда бол керек, уағыз айтып болдым. Талықта бірдеңе туралы айттым. Сөйтсем, Наиб имамға бір кісі звондап жатыр. Жаңа Нұрсұлтан ұстаз сабақта вахтаға кеткен күйеуінің әйеліне талақ түседі екен ғой, 2 ай жұмыстан қайтпаса деп айтты дейді. Машалла деді. Кәдімгідей. Солай айтты ма саған? Жамағаттан біреу айтыпты да. Вахтада келген жолдас баласына айтқан болды. Сен дұрыс түсінбегеннен мен кінәлімін ба не? Вахтадан 2 ай жұмысы келмесе күйеуі, сол адамның әйеліне талақ түседі екен деп айтты. Кім айтты оны? Нұрсұлтан айтты дейді жаңа. Сендер қарап жүріп сотта жүрген жатсыңдар ғой адамды. Біреудің семьясын ажырастырып. Көрдіңіз ба? Менің алдымда отырып, естіп өтірік айтып отырамын ше.
ана бір тәжірибе жасады ғой бір рет, көрген шығарсыздар. Абай атамыздың несінің өмірбаянында 5 адам шығарып кетпейді. Сен 4-еуің бара тұрыңдар деді, біреуін алып қалды мына жерде. Абай Құнанбаев деді. Шын аты Ибрахим болған деді. 1945 жылы Семей өңірінде дүниеге келген деді. 1904 жылы дүниеден өтіпті дейді. Осындай әйелі болыпты деп айтты. Соңында 5-ші адам не деді? Абай Құнанбаев сотталыпты деді. 1945 жылы туылыпты дейді. 2004 жылы қайтыс болды дейді адам. Кеше қайтыс болған ғой онда. Екеуміз құрдасымыз ғой, Абай екеуміз замандас болып қалдық қой. Бір ғасыр жұтып жіберді анам. Арада неше адам бар? 3 адам бар. Сіздің WhatsApp-та ше? WhatsApp сіздің өтірікші болуыңызға жетеді. Көрдіңіз ба? Анау. Естідің? فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا дейді Алла Тағала айтады. Бір пасық. Білмейсің ғой WhatsApp-тан кім не жіберіп отқан? Бір пасық сендерге бір хабарды алып келсе, фәтәбәйяну анықтап ал дейді әуелі. Ертең ұялып қаласың өзің деп жатыр Алла Тағала. Келді, лақты тарата бересің, келді тарата бересің анам бәрін. Оған сауап жоқ саған, күнә бар керісінше. Көрдіңіз ба? Өйткені ол ақпарат әлі расталмаған. Ертең не шықырады, бұл ақпарат фейк екен дейді. Машалла, анам бәрі өтірікші болып қалды, көрдіңіз ба? Естідің, тараттың. Дәл сол әңгіме ғой. Алдың, жібердің. Не айырмашылығы бар екенде? Адамның өтірікші болуына дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Оның естіген нәрсесін айта беру жеткілікті болады дейді. Ва иннал казиба яхди илал фужур дейді. Бұл өтірікшілік дейді. Адамды неге алып барады дейді? Бұзғындыққа алып барады дейді. Бұның соңы жақсылыққа апармайды дейді. Bir күні болмаса бір күн ұйықтатады сені ана өтірікшілік. Өтіріктің арты бір тұтам дейді қазақ айтады. Ва иннал фужура яхди илан нар дейді. Ал бұзғындық дейді. Ол ақырында иесін тозаққа алып барады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Және ол Құдайдың құзырында өтірікші деп жазылып қалады дейді. Сондықтан мына тақуа адамдардың ең бірінші сипаты, енді мына WhatsApp-та да өте әлеуметтік желі ғой қазір шулатып жатқан бәрін, дұрыс па? Біреудің айыбын ашам десең де, жабам десең де, ақтарам десең де әлеуметтік желі саған жетеді. Алла Тағала сақтасын. Міне өтірікшілік деген нәрсе, ол сіз қол арқылы соны істеп жатсыз. Имам айтып жатыр, тақуа адамның ең бірінші сипаты ол өтіріктен сақ болады дейді. Екіншісі дейді, ғиба дейді. Ғибаттан сақ болады дейді тақуа адам. Ғайбат бар, өсек деген нәрсе бар, білесіздер, өсек бұл екі адамның арасын от салу, керосин дейді бізде оған, көшедегі тілмен. Негізі видеоға түсіріп жатқандарыңыз дұрыс емес та, мен көшенің несін айтамын дейді, жалпақ тілмен. Ертең оны YouTube-қа хит-қойып түсіріп Сон, бір жерін тиіп алады да, салып жібереді ше, до конца салмайды да. Басы жоқ, аяғы жоқ, сосын жүресің. Халқым, мен сенен кешірім сұрайын деп айтып қойыппын. Байқамай Қызылордада отқан кезде қызыммен. Сондықтан түсірмей қойсаңыздар, дүше айтып. Не айтып отырмын, жас келген сайын ұмытып қаламын. Керосин ба? Демек, өсек бұл не екен? Бұл керосин қазір екенін айтымда. Екі адамның арасын араздастырып, мынадай ғой, күйеуіне барады да абысына әңгіме айтады ше. Әйелі, не айттым? Әйелі күйеуіне әңгіме айтады да. Оның ішінде қосылған өтіріктер бар. Күйеу келеді де біраз шықсын, сол үшін жеткіліп кетеді ғой. Екеуі бір заводтан шыққан негізінде. Сөйтіп екі абысын, екі бауыр бір-бірімен қатыспайды, машалла. Міне өсек болса. Екі қауымды бір-бірімен не істеу? Ажырап тастау. Әдемі бір қисса да келеді ғой. Бір бай екен, құл сатып алады ғой. Құл базарға барады, құл сатып алады. Маған жұмыс істейтін құл берші дейді ана құл сататын адамға айтады. Жұмыс істейтін құл берші дейді. Сонда не дейді? Жұмысты мықты істейтін құл бар дейді. Бірақ аузы сәл нереу дейді да. Әңгіме айтып қоя береді дейді ше. Білесіздер ғой барыңыз. Сонда анау аузын мен кесіп аламын, оның тілін дейді. Бер жұмыс істесе болды дейді. Алып алады жаңағы құлды. Сөйтіп алаң. Құлға не керек? Құлға азаттық керек. Құлға азаттықтан басқа ештеңе керек жоқ. Вахши Хамзаны өлтірді ғой азаттық үшін, дұрыс па? Вахши Хамзаны не үшін өлтірді? Асадулла, Алланың арыстанын өлтіріп тастады ғой Вахши. Не үшін? Азаттық үшін, бостандық үшін өлтірді. Бұған да сол керек азаттық. Сонымен ана үйге кіреді, сіңіседі, бір күн айтады, ай жеңеше осы абайлашы сен, ағам неге барып жүр дейді да. Осы сенен не қылып жүрген сияқты айнып, бір қыздарға не қылып жүр дейді, ыңғайланып жүр. Бірақ мына мойыннан бір тал, егінен бір тал не алып берсең сақал, байлап берем саған дейді.
сенен басқа әйел затын ғашық болмайтын болып қалады дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтеді де сол күні ағасына келіп айтады, қожайын ғой енді аға осы абайлашы дейді да. Сіздің мына жеңшеден бір жүрісті байқап жүрмін дейді. Көрдіңіз ба? Жеңшеден бір жүрісті байқап жүрмін. Сізден ертерек құтылып дейді. Бір не қылып бір таңдап жүрген кісісі бар сияқты дейді. Абайлашы, осы сен бүгін түнде өте қатты сақ болшы бірақ дейді да. Бұл бірдеңе істейін деп жүр дейді. Ұстараның заманы ғой. Жаңағы Бакен Барталатын анау нелер бар ғой. Өзі не дейді? Патшалардың ең қорқатын адам бар дейді ғой. Кім дейді? Шаштараз дейді. Патша екі адамнан қатты қорқады дейді. Біреуі шаштараз дейді. Біреуі тамақ пісіретін адамнан дейді. Сол шаштараздың ұстарасын алып алады, көпшіктің астына салады. Күйеуі енді анау қорқып жатады ғой. Осы бірдеңе бөлді, семіп қалды жаңа әңгімеге. Сөйтіп бір көзін ашып жатса, әйелі келіп жайрап көпшіктің астынан ұстараны алып, сақалдың тұсынан бір сақалды кесіп алайын деп жатқан кезде көзін ашып қалады ғой. Көрдіңіз ба? Ох, ана қылдың айтқаны рас болып қалды ғой дейді. Ұстараны алады да әйелін бауыздап тастайды ана ше. Әйелінің қайын жұрт бар ғой. Әйел жақ келеді де күйеу баланы бауыздап тастайды ғой. Екі орта соқсамыз деп бірнеше адам бауыздап қалады ше. Көрдіңіз ба? Бір адамның ортасына от салам деп екі қауымды бір-бірімен қырылдырып тастаған. Көрмейтіндей болып кеткен ана екі қауым. Сондықтан өсек деген нәрсе сақ болатын нәрсе. Қазір енді сондай болып барады, адамдардың арасына от салып, өзінің мүддесі үшін от салып қиратып қойып жатыр. Иншалла сен де қиратат ертең біреу от салып. Асықпа, жақын арада өзің де қирайсың Құдай қаласа. Көрдіңіз ба? Тыныш жүргенің абзал болады. Ақырын жүріп анықпас дейді. Еңбегің кетпес далаға дейді Абай ата. Көріп тастаған бұл кісі бәрін. Бәрін көріп тастаған. Не дейді? Және имам айтады, өтірік кетті, өсек кетті, тілін ғайбаттан сақтайды дейді. Ай жарық дейді. Мына екеуі ештеңе емес. Ғайбат қой бізде күшті қазір модада. Ғайбат деген не ол? Ғайбат бауырыңды ұнамайтын нәрсемен еске алу ғайбат. Ол жоқ кезде оның туралы әңгіме айтып айтсайсың, бықсытсайсың, болды. Бір норман жігіт еді, жаман қылып тастады анау келді. Бір қазақша айта салайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында бір әйел кісі пайғамбарымыздың үйіне келіп бір нәрселерді сұрайды. Сөйтеді шығып кетеді. Сонда Айша анамыз айтады, Алла несі, мына әйел мыртық екен дейді. Түсінікті ғой, мыртық. Қызылорда не деп айтады? Тапал деп айтамыз ба? Тапал деп айтады. Тапал екен дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сен ана әйелді ғайбаттап тастадың дейді. Көрдіңіз ба? Ол әйел қазір сен тапалсың деп айтқан кезде еститін болса, ол ренжитін болса, ол ғайбат болады дейді. Көрдіңіз ба? Сонда Айша анамыз айтады, Алланың елшісі, мен оны ғайбаттаған жоқпын дейді. Бойындағы бар сипатты айтып жатырмын ғой дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бойындағы бар сипатты айтуың ғайбат болады дейді. Жоқ сипатты айтуың жала болады, ол одан ауыр болады дейді. Талқан құлақ, қазанбас, боққарын, оның барлығы егер ол естейтін болса, ренжейтін болса, ғайбат болады. Көрдіңіз ба? Sorry, спичка көп қойынды қазір атаулы. Соның барлығын өте сақ болу керек дейді мұсылман адам ғайбаттан. Неге имам ең бірінші тілді айтып жатыр? Неге ең бірінші тілді айтып жатыр имам? Басқа бәле тілден бар ғой, ол дүниеде бір бәле ғой. Ақыретте одан екі есе бәле болады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында әйел кісі қайтыс болады, көрші білесіздер ғой, ойбай-ау, сахабалар қуанып кетеді, Аллаху акбар дейді. Неге? Сөйтсе күндіз ораза, түнімен тахажжуд намазын оқиды әйел. Кейбір күндері мынадай орындықта жіп тартып қойып оқиды дейді, аяғы талған кезде. Не деген намаз алу? Қазіргі кейбір мықтылар оқи алмайды өйтіп намазда. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, ол деген тозақтық болып қалды ғой дейді, несіне Аллаху акбар деп жатсыңдар ғой. Қалайша андай амалмен тозақтық болса, біз қайда кеттік дейді сахабалар айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, істеген амалдарынан не ғайбыл дейді. Күндіз тілінен ешкім оның амандықта қалмаса дейді. Көршісін де, туысын да, бауырын да, ағайынын да тек жамандаудан, ғайбаттан тынбаған дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? Адамның істеген амалының барлығын жоқ болатын үш нәрсе бар, бауырлар. Ең біріншісі рия, адамдар айту үшін, көру үшін істеу. Екіншісіне ғайбат, өсек. Үшіншісіне көре алмаушылық қой. Көре алмаушылық пен тіл дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Не дейді? Көре алмаушылық пен тіл. Ағаш отты қалай жейді дейді. Жоқ, от ағашты жейді екен ғой. От ағашты қалай жейді дейді.
бүкіл амалыңды солай жейді дейді ол. Көреалмаушылық пен ғайбат өсек бар ғой, сен бірдеңе істеп жатқан сияқтысың да өзіңше, бірақ жоқ Алланың алдында. Ертең таң қалма дейді, Алланың алдында ештеңе шықпай қалып жатса. Неге? Өйткені тілің мына дүниеде ешкімге тыныштық бермеген сенің дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, сендер екі еріннің ортасына, екі бұттың ортасына ие болыңдаршы деді. Мен қолдарыңнан ұстап жәннатқа кіргізуге уәде беремін сендерге деді. Көрдіңіз ба? Екеуі де ең қоғамда қазір белең алып тұрған ойнастық пен зинаменен тіл қазір қоғамдағы ең үлкен дертке айналды. Дұрыс па? Ешкім жоққа шығарылмайды. Зина кірмеген, өсек кірмеген, ғайбат кірмеген мекеме қалмай бара жатыр қазір. Біледі әркім өзінің жұмыс істеп жүрген жерін. Сондықтан екі нәрсеге сақ болыңдаршы деді. Мен сендердің жәннатқа кірулеріңе уәде беремін деді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Міне Құдай тағала қараса, ой, Алла, ғалымдарымыз айтады ғой. Алла тағала сондай дейді, тілді бар ғой, 32 мен қаптап қойған дейді жағын. Қарулы ше. 32 аз болып қалады, осы деп сыртынан тағы 2 ворот жапқан дейді былайына. 34-тің арасынан ашылып шығады дейді былайына ше. Сөйтеді де қиратып тастайды дейді әшін. Бір кісі айтады дейді, жаңа бір ғалым кісіге мазақ қылып сұрақ қойған ғой біреу. Осы сен жұмыс істейсің ба деп айтады дейді. Бізге де айтады ғой, сен осы уақыздан басқа бірдеңе істей аласың ба сен? Нең бар сенің не істейтін мен? Істейді жаным бірдеңе. Сонда жаңа кісі айтады, иә, ойбай, менің жұмысым ауыр дейді көп адамдығынан. Қойшы, қаяқта жұмыс істейсің? Мен түрмеде жұмыс істеймін деп айтады. Қалай түрмеде сен деген, ешкімнен неден шықпайсың ғой дейді. Ойбай, ау, мен тілді күзетемін деп айтады дейді тілді. Мына тілге ие боламын деп, сол түрмеде жұмыс істеп жатырмын деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан ғайбат деген нәрсе, құрметті бауырлар, бұл оразадағы бүкіл амалдарымызды жоққа жіберетін амал екен. Көрдіңіз бе? Құдай сақтасын баршамызды. Мынау Ибрахим ибн Адхам деген үлкен ғалым ғой, әулие кісі. Білесіздер ғой, ғайбаттың үкімі Алла тағала Құранда бауырының етін мәйіт күйде жегенмен бірдей дейді. Мәйітке кіріп жүргендеріңіз бар ма іште? Мәйітке кіріп жүргендер бар ма? Мәйіт жуындыруға. Көрдік, білесіздер ғой, иісі қандай болады, не? Оны әкірлеп, қалампырлап, оның үстін сеуіп, кейін оны ақ матамен орап, жердің астына барып көмеміз. Үстін құммен үйтіп тастаймыз ана, шығып кетпесін деп. Көрдіңіз ба? Неге? Мәйіт, боқтан жаман сасисың, өлсең тағы деген Абайдың сөзі бар. Мәйіт бар ғой, өлген кезде жаман сасиды. Ғайбаттың үкімі мәйітті, бауырыңның етін мәйіт күйде жегенмен бірдей. Мәйітнес қалдың тікітпей дәмі шығып кеткен етті де жей алмайсың сен. Мәйіт түгіл. Оны біз көміп тастаймыз, анаң иісі шықпасын деп. Сыртындағы бактерия шығып кетпесін деп. Білесіздер ғой, адам өлсе де бактериясы өлмейді ұзақ уақытқа дейін. Ана өкпенің коқ таяқшаларын, туберкулезді ана неміс солай тауып алған өліктің несінен, мәйіттен. Көрдіңіз ба? Шариғат соны әспеттеп сөйтіп көміп тастайды. Енді қараңыз, Ибрахим ибн Адхам үйіне қонаққа адам шақырады ғой. Сөйтіп адамдар үйге келеді де бір кезде әңгімені бастап кетеді ғой. Ғайбат жіберіп жатыр екен кірсе. Бұл тамақтайын деп жатыр да, мен ұйықталып келейін деп. Сөйтіп келіп айтады дейді, оу, жамағат, не болып жатыр? Не болып жатыр? Ілгерде ізгі кісілер наннан бастайтын еді, сендер бірден еттен бастап кетіпсіңдер ғой деп айтады дейді. Көрдіңіздер ме? Түсінікті ғой, болды, үлкен кісілер отыр ғой, түсінетін, машалла. Сондықтан дастарханның басында да ет жей берместен, кәдімгідей шынайы етті жейді, ана ет не істейміз? Шынайы етті жетеді ғой, жылқының еті бар, нең еті бар деген сияқты, мәйіттің етін жемей қойып. Демек, имам айтады, тақуа адамдардың бірінші сипаты, мына бірінші сипатпен ақ бітіп қалайын деген бұрынғы уағыз. 7 күн қалу керек ғой, 7 сипатты айтып жүрміз орда. Сонымен Рамазанда кіреді екен, ең бірінші тілінен белгілі болып қалады дейді. Алла тағала тілімізге сақ болуды нәсіп етсін. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады, о деген абайлау керек екен тілде. Тіліміз, имам айтады, тақуа адамның тілі дейді, ешқашан Алланы еске алудан тоқтамайды дейді. Көрдіңіз ба? Тилауатил Құран дейді. Құран оқудан тоқтамайды дейді, тақуа адамның тілі. Енді Құранды оқи алатындар, иншалла Рамазанда бете қарап оқыңыздар. Өйткені Рамазан, Құран түскендіктен Рамазан болған, құрметті жамағат. Білесіздер ғой? Не үшін Рамазан қастерлі болып кетті? Құран түскендіктен. Не үшін Қадір түні қастерлі болып кетті? Құран түскендіктен. Не үшін пайғамбар салғасын бүкіл пайғамбарлардың имамы болып кетті? Құран түскендіктен деген бір шартында айтып тұрсыз ба?
Ne үшін Жабраил алейхиссалам періштелердің падишасы болып кетті? Құранды алып түскендіктен дейді. Енді сол Құранмен сіз айналыссаңыз, ал кім болдыңыз деді тағы. Көрдіңіз ба? Сол Құранды Рамазанда айналысатын болсақ, иншалла, енді 90 рет қылмай қойық енді. Біреу биылға иншалла жарайды. Екеу қылам дегендер екеу болсын, жақсы, келістік. Сол мінекей айтып жатыр, Құран Алланы еске алудан, Құран оқи алмайсыз ба? Онда пайғамбарға салауат айтыңыз. Бос әңгіме, әйтеуір кешке дейін уақыт өтсе болды екен деп, бір жігіт айтқандай, кейде уақыт өтпей қалады, ана үлкен братандарға барам дейді, баяғыда қалай жүріп едің деп айтам дейді. Анау айтады дейді, жас күннен бастап қалай жүргенше. Соны тыңдап отқанда қалай ауызашар болған білмей қалам дейді. Машалла, міне. Зикрулла деген осы екен де, Алланы еске алу деген. Братанның өмірбаянын тыңдап жүрген автобиографиясы. Нең бар сен, одан да немен айналыссай. Салауат айт, пайғамбар оңайда тілге оңай ғой. Алланы субханалла, вальхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар деп айтшы. Жаннаттан бір талы кет дейді Алла тағала. Субханалла, вальхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар. Болды 4-ақ сөз. Аузыңды босатпа содан. Әрбір сол төртеуіне бір тал егіледі дейді жаннатта Ибрахим алейхиссалам. Пайғамбар салсам мираж кездескен кезде айтады. Және ол талдың көлеңкесін аттылы адам 100 жыл кесіп бітіре алмайды дейді. Ол оның иелігіне өтеді дейді. Үкімет 1 гектар жер береді саған талмен бау-бақшасымен десе, кеттің ғой. 1 гектарды ашын бір күнде айналып шығасың атпен. 100 жыл аттылы адам ананың көлеңкесін кесіп өте алмайды дейді. Раббымыз сондай нәрселерді дайындап атқанда, неге алмасқа тіл бас істеп тұрған кезде? Ва музакаратул илм дейді. Және тақуа адамның тілі ілімді қайталаудан тынбайды дейді. Үйден шықтыңыз ба, көршіңіз екеуіңіз анау жаңылып келатыр, мешітке тарауыққа келатсыз да, мысалы, ауыз ашып алдыңыз. Әңгіме айтқысы келіп келатыр ше, бүгінгі оқиғалардың бәрін. Соңғы саяси нелер жаңа. Бірден айтыңыз да, бірден. Барғанша ілімге айталып бір. Дәреттің парызы нешеу деп қойыңыздар. Сұрақ. Дұрыс па? Нешеу дәреттің парызы? Дұрыс, 4-еу. Біріншіне бетті жуу. Кекілдің астынан, ектің астынан 2 құлаққа дейін. Бетті жуу. Екінші, қолды шынтаққа дейін жуу десеңіз қате болады. Көрдіңіз ба? Шынтақпен бірге жусаңыз дәретті болады. Үшіншісіне, басқа масықтарды. 4-шісіне, аяқты толыққа дейін жусаңыз тағы дәретті болады. Толықпен бірге жусаңыз дәретті болады. Дұрыс па? Дәреттің келгенше парызын жаттап келесіз, бос әңгіме не істейсіз оны? Ғұсылдың парызы нешеу? Міне, ілімді қайталайды дейді, тақуа адамның тілдері ешқашан босамайды дейді, ілім қайталаудан. Кеше бір айтпай қойын, қайғылады екен. Дәреттің парызы не десем, 4-еу. Бірінші ниет дейді, екіншісі құлаққа масықтату дейді. Неше жыл болды, әлі дәреттің парызын білмейміз ше. Мұсылманның 40 парызын білмейміз әлі. Сол 40 парызды Рамазанда жаттап тастасаңыз, тіліңіз тақуа адамдардың тіліне айналып кетеді, субханалла. Екіншісі дейді, тез айту керек болып жатыр ма енді. Екіншісі ан яхафа фи амри батнихи дейді. Тақуа адамның екінші сипаты дейді. Ол қарыннан біліп қалады дейді. Қарыннан біліп қалады. Қалай десек, ол қарын яқулу миқдары хажатихи дейді. Мөлшерлі көлемінде ғана жейді дейді. Және халалынан жейді дейді. Адалынан жейді дейді. Мөлшерлі көлем деген қандай? Мөлшерлі көлем деген етті жейсің, одан кейін сорпа келеді. Соны ішесің. Сосын шұбат береді артынша. Оны ішесің, сосын бастыратын кола бар ма дейсің. Сосын коланы ішесің. Дұрыс па? Кейін шай басталды дейді, пирогтан шай ішесің. Міне осы асқазанның көлемі болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамның асқазаны 3-ке бөлінеді дейді, дұрыс па? Біріншісі тамаққа, екіншісі суға, үшіншісі ауа. Ауа түгел суға орын жоқ ана жерде бар ғой. Анау деген тұншығып, бишара тіл берсең бар ғой, аямайын деп тұр ғой. Тұншығып өліп жатыр аяқта. Негізі ана ауа қалатын себебі анау жұмыс істеу үшін оңай болады екен ғой. Ауа жоқ, гідік деп мына жаққа шығады, гідік деп мына жаққа шығады, қайта. Қиналады анау ше. Көрдіңіз ба? Оны жемейін десең тығады, кейбір жерде аузына алсатады дейді. Жақсы, ол да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеттерінде келген амал ғой, тамақтың ысырап болмау жайында. Бірақ мұсылман адам не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қарны шық тұрған адамдарды сапта тұрған кезде немен ұрып кететін болған? Шыбықпен, мисуакпен ұрып кететін болған. Осының дұрыс болмады ғой деп. Өкінішке орай қазір әлемде қарын шығарудан жақсы болып жатыр. Ол бастық болып кетсе, вообще үлкендеу болу керек екен ол.
Шарты сондай екен да, көрдіңіз ба? Алла сақтасын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрмеген оны. Көрдіңіз ба? Демек, ода жақсы көрмегенде жақсылық жоқ онда. Асқазан үшке бөлінді, жақсы үшке бөлінген. Енді кейде әркім, бір кісі оңып жатыр дейді тамақты. Аға, мынау 3-тен 1 қалай болды десе, үндеме, әркімнің өзінің 3-тен 1 бар деп айтады. Мен объем үлкен деп айтады. Соқсап, асқазанды бөлу керек. Бізде жаңа бейшара бір ғалым айтқан екен. Егер асқазанның орнына өзің жұмыс істейтін болсаң, дейді, 3 күннен кейін жұмыстан шығып кетесің дейді. Сәресі деп айтады дейді. Сәресіде тамақ жеп отсаң, талқан жеп ал, кешке дейін қарның ашпайды деп айтады дейді. Өзі тойып тұрған асқазан үстіне талқанды бастырып қоясың дейді ана. Кешке дейін. Ана бейшара кешке дейін жұмыс істейді дейді, асқазан бар ғой. Сөйтіп кешкісін енді күттай демалайыншы деген кезде Аллаху акбар деп шамға азан шақырып жатыр дейді. Ауызашар деп айтады дейді. Ауызашарға барсаң, палау, ет, сорпа, оны тығасың дейді. Сөйтіп мына жерге кезде рүкуққа келген кезде ол атылып кетесіз дейді. Рүкуқты ұзартпа деп айтады дейді имамға ше. Сонда ауызашар біткеннен кейін үйдегілер кешкі шайды ішейік деп айтады дейді. Ана асқазан енді демалайын деп жатқан ғой бейшара. Сөйтсе кешкі сау деп айтады. Сол кешкі сайды пересің дейді үйдегілермен ше. Сөйтіп ол біткеннен кейін ұйықтайсың дейді. Енді асқазан түнімен жұмыс істеп, сәресі болып қалдық ау, енді демалайық деген кезде сәресі деп оятады дейді ол. Көрдіңіз ба? 24-те 7 жұмыс істеп жатыр дейді. Жаңа ғалым айтып жатқан анау сол екен ғой, 3 күн жұмыс істесең асқазанның орнына. Оңай емес, мына бүйрекке, мына бауырға, анау құлыққа, мынау мына мынау жүрекке деп қолмен істеп отыратын болсаң бар ғой. Қой таста деп айтасың ғой, болды. Таста маған отпускке бер, или жұмыстан шығайын. Ана бейшараның тілі жоқ, біреудікі 70 жыл, біреудікі 80 жыл, біреудікі асқазаны 90 жыл жұмыс істеп беріп жатыр дейді. Алланың құдіретін жеткілігі сезетін болсаң дейді, асқазаны саған жетеді дейді, Алланың құдіретінің шексіздігін сезетін болсаң. Не бір канализациялар ауысып жатса дейді, сіздің асқазан ауысып дейді. Дұрыс па? 10 жылдан кейін канализация шіріп кетті дейді. Ауыстырып жатыр қаланың канализациясы. Үйдегі білесің ғой анау. Ыдыс-шуат жердің бәрі. 1 ай сайын кетіп жатыр. Септік туралы әңгіме айтпай ақ вообще. Сондықтан бейшара асқазанның тілі жоқ айтатын, қазақ айтады, аузына келгенін оттау, наданның ісі, алдына келгенін қалай болса жеу, қалай болса солай жеу, бұл хайуанның ісі дейді. Алдыма әкелді екен деп аузына тыға берген болмайды дейді. Не жеп жатсың бірінші қара дейді. Адал жеп жатсың ба, арам жеп жатсың ба? Екінші, шамаңның, көрдіңіздер ма, тақуа адамдар шамасын жеткенше. Сахабалар не дейді? Біз бір құрмамен сәресіде бекітіп жіберіп дейді. Кешкісін бір құрмамен аша беретін едік дейді. Кейде құрма таппай қалған кезде бір жұтым сумен ауызды бекітіп, бұл Рамазан тамақтың айы емес, сіз ойлағандай емес ол. Қарным ашып қалады деген ол мына жердегі ауру ғой ол, мына жердегі. 3 күн қатарынан сәресі ұйықтап қалған кісі айтады, болады екен ғой дейді. Сәресі ішпей ақ жеңіл желпі жеп жүрсе де шыдайды екен сол дейді. Бұл ниеттің шынайы ықыластың айы ғой ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, дүниедегі ең лас ыдыс дейді, адамның асқазаны дейді. Жаңағы асқазанға кірсең бар ғой, бешбармақ, оның арты сорпа, кейін шұбат, кейін кока-кола, или фанта кетеді біреулерде, маған кола ұнамайды, жақпайды дейді. Одан кейін шай пирогымен, артынша алма бананымен. Енді ананың ішін кіріп кетсін. Не болмады ананың іші? Анау жәндіктер өліп қалады бар ғой, ішіне кірсеңіз бар ғой. Бірақ соның барлығын реттеп беріп жатыр Алла тағала. Сондықтан құрметті жамағат, енді әзілі бар, шыны бар. Абайлау керек енді, абайлау керек. Қазақ айтады, астан өлмейсің дейді. Аштан өлмейсің дейді, астан өлесің дейді. Аштан өлмейсің, астан өлесің дейді. Тамақты көп жеу сіздің көп аурулардың өмірге келуіне себепші болады дейді. Тақуа адамдардың екінші сипаты тамақты адалынан жейді және шамасы мөлшерінде жейді дейді. Адалынан жейді деген түсінікті ғой, адалынан өзіңіз адалынан жейсіз және балаларға адалынан әкеліп бересіз. Олар қалай балаларға адал? Андайда бізде тапсам болды дейді, ана бала аш қалмаса болды деп асырап жатыр қазір ше. Ол адал ма, арам ба, ол сойылған ба, ол өлексе ма, машина қақып кеткен қызық емес ол. Жесе болды деп асырап жатыр. Ол бала дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, адамның бойындағы жасуша бар ғой, клетка, білесіздер ғой, өліп тіріле береді. Ол медицинада солай дәлелденген.
Адамның дүниеге келген әрбір жасушасы бойдағы харам тамақтан нәр алатын болса дейді, ол тозақтың отына көбірек лайықты болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек сіз балаңызды басқа бір жерге дайындап берген боласыз дейді да. Адалынан көп табу міндетті емес, құрметті жамағат. Адалынан табу міндетті. Bir күні харамға тойып жеп келіп ертең сені артыңнан бір теуіп қарттар үйіне жіберіп жатса таң қалма дейді. Балаң кейін саған бойсынбай қалып жатса таң қалма, өйткені сен баяғыда қате жіберіп қойдың дейді. Оған әкелетін тамағың адал болған жоқ дейді. Ұра бер. Ешкім білмейді, ұра бер болмайды. Парадан әкеліп беріп жатсыз ба? Кетті, ол да харам болады. Көрдіңіз ба? Біреудің ақысынан жеп, таразыдан 200 грамм, 100 грамм, 50 граммнан ұрып жатсыз ба? Ол да сол болады иншалла. Көрдіңіз ба? Алла аз нәрсеге болса да береке беріп қояды, құрметті жамағат. 70 мыңмен өмір сүріп жатқан адамдар бар, барлығы жетімді. 700 мыңмен өмір сүріп жатқан адамдар бар, ештеңе жетпейді оған. Көрдіңіз ба? Алла берекетін алып тастаса, өмір бақи жүгірсең де жетпейді. Неге? Өйткені хараммен табатын болсаң, ол жетпейді саған. Тақуа адамдар дейді, неден тауып жатқандығын және қаншалықты мөлшерде жеп жатқанын тамамынан біледі дейді. Екінші сипат. Үшінші сипаты дейді, уақыт болса айтарсыздар, иншалла. Үшінші сипаты дейді, бұл ан яхафа фи амри басарихи дейді. Көздің мәселесінде Құдайдан қорқу керек дейді тақуадан. Тақуалардың сипаты көзде қорқады дейді. Көздің мәселесінде деген не десе, сотқа жетеді дейді. Қазір бізге мына үлкен сынақ болып тұр ғой. Сотқа үлкен сынақ болып тұр. Ішінде іздеген нәрсеңді табасың. Біреудің әуретін көрем десең, әуретін көресіз. Көрмеймін десең, көрмейсіз. Көрдіңіз ба? Кім қандайға пайдаланып жатыр? Алла және өзі біледі. Сосын Google дисплейді анықта Америкада. Көздің мәселесінде Құдайды Алла Құранда не дейді? Алла көздердің қиянатын біледі дейді. Очки киіп алып, біреудің фигурасына қарап келе жатсаң да Алла біледі сені. Қап-қара матрицаң очкиін киіп алсаң да, Алла сенің көзіңнің кімге қарап келе жатқанын біледі дейді. Кімнің әуретіне, кімнің қай жеріне қарап келе жатқанын да Алла жақсы біледі дейді. Көздің мәселесінде Алладан қорқу керек дейді. Анас ибн Малик деген сахаба бар, орадалар білесіздер ғой? Анас ибн Малик Осман ибн Аффан деген халифаның заманында жиналысқа келе жатады, жиналысқа. Сөйтіп базардың ортасымен өте қойшы деп базардың ортасымен өтіп бара жатса, бір сынақ қой субханалла. Алдында жел тұра қалды да базардың ішінде алдындағы әйелдің етегі санына дейін көтеріліп кетті дейді. Ана алдындағы әйел ғой көзі түсіп кетті да. Қалтырап қалды дейді Анас ибн Малик. Сөйтіп жиналысқа барып отырып дейді. Өзінде жоқ, көріп тұр ана. Осман ибн Аффан көріп тұр, өзінде емес ана, қалтырап отыр ше. Сонда айтады дейді, Анас, кешегі нұрың бүгін жүзіңнен кетіп қалыпты деп айтады дейді әурелік бабымыз. Кешегі нұрың бүгін жүзіңнен кетіп қалыпты. Қақтан біліп қойды ол. Адам әйелдің әуретіне, біреудің харам жеріне қарайтын болса, Алла оның жүзіндегі нұрды алып тастайды дейді. Имам Шафиғи сонымен қоса нені алып тастайды дейді? Есте сақтау қабілетіңді де алып тастайды дейді. Жатты кірмейді, қақтан кіреді? Қарап атқан андай болатын болса. Имам Шафиғиді білесіңдер ғой? Кітапты бір ашқан кезде бір бетті бір оқып жаттайтын болған Имам Шафиғи. Сөйтеді 2-3 күн бойы жаттай алмай қалады ана кітапты бар ғой. Сондай Алла оған нығмет берген Имам Шафиғи. Ұстазына барады, Уаких деген. Ұстазына барып айтады, ұстаз дейді, мен жаттай алмай қалдым, 2-3 күн болды дейді. Кадрды айналдыр дейді, ұстаз айтады. 2-3 күнге артқа айналдыр дейді, не істедің дейді. Ох дейді, мен көшеде кетіп бара кезде бір әйелдің балтырына ұзақ қарап қалыппын дейді. Болды дейді, тастай сал дейді оқуды. Тоқтата тұр, истиғфарға отыр деп айтады дейді. Аллаға жақсылап тәубе қылып ал дейді. Сосын жалғар. 2-3 күн бойы истиғфарда отырды да кейін істеді дейді. Қайтадан кітапты ашса, баяғы қабілеті қайтадан оралған дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан мына көздің мәселесі, бұл көздің қиянаты осының бәрі соңын келеді. Ол жіберу. Ол тақуалардың көзіне жақпайды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям білесіздер ғой, ана бір сахабаның оқиғасына келіп, Алланың есін неге айтпадың, біз басын бір рат етіп қойған кезде не дейді? Алла есін неге ұзақ тұрып қалдың деген кезде, сендер жаңа мен тапсырған істі орындай ма деген, орындамадыңдар ғой дейді да. Сонда сахаба айтады, Хаббаб ибн Мунзир деген сахаба керек. Алланың есін көзбен билік беріп жібермедің ба дейді да. Өлтіріп жібереді еді дейді да. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарлардың көзі қиянатқа бармайды деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан көздің мәселесінде Құдайдан адам не істеу керек? Қорқу керек екен. Тақуалар көзіне ие болады дейді. Тақуа адамдардың үшінші сипаты.
Төртінші сипаты дейді, ан яхафа фи амри ядихи дейді. Қолдың мәселесінде Құдайдан қорқады дейді. Көрдіңіз ба? Қолын қаяққа жұмсап адам. Қолы не нәрсеге кетіп жатыр, соған мән беріп отырады дейді тақуа адамдар. Братан, өзіміз ғой қол қойып жібере берейікші, иә. Қол қойып жібердің бе, братан, өзіміз ғой деп кетті, сенің қолың тақуалардың қолынан шығып кетті, болды. Свои қол қойып жібере бер. Кетті. Сол қол қойған қол бар ғой, кете береді, тақуалардың қолынан шығып қалады. Көрдіңіз ба? Бұл қолдар ертең қазір ғой бізге бүйтіп тұрған, бағынышты болып тұрған. Ертең сатып кетеді бәрін. Қолың да, аяғың да сатып кетеді. Алла Тағала Құранда не дейді? Уанахтиму аля афуахихим дейді. Ауыздары сайрап, Құдай мен бүйттім, Алла мен сүйттім деп, Алланың азабын көрген кезде бар ғой, сайрайды дейді, мына тіл бар ғой, қызыл тілше. Сонда Алла не дейді? Ауыздарына печаттарды ұрамыз дейді оларды, көрдіңіз ба? Мөрді ұрамыз дейді Алла Тағала. Ва тукаллимуна арджулухум ва айдихим бима кану яксибун дейді. Олардың аяқтары, қолдары бізге дүниеде не істегендігі, қандай қиянат жасағандықтары жайында айтып береді дейді. Мынау қазір бізге бағынышты болып тұр ғой, сатып кетеді ертең бар ғой сізді. Көрдіңіз ба? Сондықтан қол дейді, Құдай жақсы көретін нәрселерге ғана істетілу керек дейді. Алла жақсы көретін. Кейбіреулер бар. Жаңа кішкентай денесі шықса, немесе бір UFC-ге ме бірдеңе барып келсе, адам ұрып ұйықтатып жүреді ше. О, болмайды. Дұрыс, сенің қуатты болғаның жақсы. Өзің үшін қайырлы, отбасың, отаның үшін қайырлы, дұрыс. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қуатты мұсылман, әлсіз мұсылманнан қайырлы болады, жақсы. Бірақ сен күшіңнің бәрін кім болса соны көрсетуге болмайды шығар енді. Бір жолда, жаңа бір жігіт айтқандай, жолдас боламыз екеуміз адам ұрып ұйықтатудан жарысатын едік дейді. Кім бір ұрып ұйықтатса, сол бір жәшік нені қояды дейді. Ұйықтата алмай қалса, бір блок Кока-кола қояды дейді. Сол үшін біз ұрамыз дейді, Кока-кола үшін ше. Кім кездесіп бір сөзден іліп қала ма, бір ұрамыз дейді, анау құлау керек дейді. Құламаса не болады дейді? Бір блок төлеуің керек дейді анжеде ақша. Не? Біреудің жағын айып тастадың, мысалға, не болды? Анау балықшының оқиғасында білесіздер ғой, не болған? Тым жақсы балық сатып тұрған адамды келді де, балығыңды бер, мен тегін аламын дейді. Анау жаңа денесі дәу да здоровый. Алғанда бұл бала шағаның нәпақасы ғой, сен ақшасын ал деген кезде не? Ақша жоқ дейді анау. Бересің ба, бермесең, ал балам дейді тап. Қой, мен бере алмайын деген кезде, мә саған дейді анам, бір ұйықтап тастайды анам. Көрдіңіз ба? Сөйтеді де балықты алып, свежий еще балық анау, салып өлшетіп алған ғой. Свежий балықты алып кетіп барады дейді, саспай. Сонда кетіп бара жатқан кезде ана салапындағы балық бармағын тістеп алған дейді анам. Көрдіңіз ба? Бармағын тістеп алды дейді, үйіне барып балықты жеп алды дейді, жақсылап. Ана бармақ түнімен солқылдады дейді, азанда тұрса гангрена алып қалған дейді. Іріңдеп кеткен бармақ. Ой байлатып, ауруханаға апарсам, мына кеспесе ірің кетіп қалған дейді былай. Кесіп тастайды, кес, ойбай ана заң керек қой, кес. Қолынадай болып қалған. Үйіне қайта 4-5 күннен кейін мына жаққа өтіп кеткен ірің. Сөйтіп білекке дейін ана ауруханаға барса білектен кесеміз дейді, кеспесең кетіп қалатын қарап. Кес, ойбай, білек жоқ, былай болып қалған. Үйіне барып бір аптадан кейін қараса анау солқылдатып жатқызбай ойбайлатады дейді. Сөйтсе ірің мына қарай өтіп кетті дейді. Білектен бері қарай. Ауруханаға барсам, мына нені шынтақтың тұсынан кеспесек, мынау үлгере алмай қалмадық дейді. Шынтақтың тұсынан кесіп тастаған дейді. 2 аптаның ішінде не болды? Жаңағы адам базарда ойбайлап жүр дейді. Адамдар қолың бар кезде қолыңның қадірін біл деп жылап жүр дейді базардың ішінде. Бір етікші шақырып бір кел аман шығып па, не болды? Ойбай, бір балық тістеп осындай болып қалды дейді. Қол мынадай іріңдеп кетіп жатыр. Ойбай, сен ананы ақысыз алып кеттің. Барда не істе дейді? Барда кешірім сұрап, бөлшектеліп өлесің дейді анау. Бөлшектеліп өлесің дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтіп баяғы балықшыға келсе, ана балықшы балық алайық деп тұр дейді әлі. Балықшы, мен танисың ба деп, жоқ, танымадым дейді. Бір 2-3 апта бұрын білесің ба, бір балығыңды алып кетіп едім. Сен ба дейді, ұйқыдан тұрсам балығың жоқ дейді жаңағы. Көрдіңіз ба? Сен не деп едің дейді, мынау деген қоймай жатыр ғой, қол кетіп жатыр ғой дейді. Сен деген оңбай қалдың ғой дейді. Алла дейді, ұйқыдан тұрсам мына балық жоқ дейді. Алла, мынау менің бала шағамның ризық несібесін аузымнан тартып алып кетті дейді. Өзінің күштілігін көрсетіп жатыр дейді тәкаппарланып. Алла, күштілердің күштісі сен өзіңсің ғой. Бұған да күшіңді көрсетші деп айттым дейді. Көрдіңіз ба? Алла, сен қайта вовремя келдің дейді анаға ше. Енді келмегеніңде бөлшектеліп өлетін едің деп айтады дейді. Мен сен өткен кешірген жоқпын әлі дейді. Енді міне кешірдім сен дейді. Жағдайың мүшкіл болып қалыпты дейді. 2-3 апта бұрын ұйықтатып жүрген адам не болды? Қолыңды дұрыс жерге жұмсамасаң, міне жағдай осындай болады дейді. Тақуалардың нешінші сипаты мынау? 4-ші сипаты. 4-ші сипаты демек әлі шу бар екен. Иншалла келесі жылғы Рамазанда
Қалған үшеуін айтыңыз. Қысқа айтсақ не болып қалады ғой? Мейлі ауыз. Нешіншіне келдік? Бесіншісіне келдік. Ан яхафа фи амри қадамайхи дейді. Аяқтың мәселесінде Алладан қорқады дейді ол кісілер. Көрдіңіз ба? Аяғының қаяққа барып жүргеніне есеп беріп жүреді дейді. Көрдіңіздер ме? Аяқтың қаяққа барып жүрген. Сен аяғыңна харамға қарай кетіп бара жатыр ма? Бүйдейді. Кеше бір жерде айтатсам. Сонда не, Нұреке, карта сызуға барсақ та сондай бола ма дейді да? Иә, ақшаға карта сызуға барсаң да сондай болады. Нарды сызуға барсаң да сондай болады, иншалла. Құдай істеме деген нәрселерді істеуге сызуға бара жатсаң, сондай болады аяғы. Сол нәрсеңе куәлік береді. Ол аяғың сенің ізгі жерлерге қарай бір жүретін болса, онда әңгіме басқа тақуалардың аяғына айналады дейді. 70-80 жыл аяғына есеп беріп жүрген адамдар бар екен. Орва ибн Зубайр деген табиғин болған. Аяғымна тізесіне дейін гангрена болған кезде не дейді? Медиктер келіп айтады. Ұстаз дейді, біз саған бірдеңені ескертейік, сен құлайсың дейді, аяғыңды кесіп аламыз дейді. Қой, болмайды дейді. Онда аяғыңа жағайық мазға бірдеңе жан кетіретін. Сол кезде кесіп аламыз, сен білмей қаласың дейді. Ой, болмайды деймін дейді. Қалай қыламыз енді, біз медицинаның бүкіл нәрсесін айтып болдық деген кезде, мен қазір намаз оқимын дейді. Намаз оққан кезде ішіне кірді ау деген кезде, кілт еткен кезде аяқты кесіңдер дейді. Сонда жайлап аяғын кесті дейді намазға кірген кезде. Етін бірінші терісін кесті, кейін етін тілді, содан кейін темір аралайтын ара бар ғой баяғы есі. Сондай сияқты сүйегін аралады дейді. Аяғынан қан аттылаған кезде киізді күйдік жабыстырды дейді аяғынан. Есінен танып тұлады, есін жинаған кезде аяғын алып кетті дейді, көгеріп кеткен дейді аяғы. Сонда аяғына айтып отқан әңгімесін қарасай, аяғына есеп беріп жүрген адам әңгімесі ғой. Аяқ дейді, ертең маған қарама қарсы сөйлеп жүрме сен деп айтады дейді. Аяғына сөйлесіп от дейді. Мен сенімен ешқашан харам жерге барған жоқпын деп айтады дейді. Тіпті мен адамдардың өкшесінде көрген жоқпын деп айтады дейді. Өкшесінде көрген жоқпын деген не ол? Айтшы сендердің. Көрдіңіздер ме? Әулиелер араларыңызда отыр. Бірінші саптан ешқашан қалмағанмын дейді. Екінші сапта тұрсаң біреудің өкшесін көріп қоясың ғой. Көрдіңіз бе? Ешқашан мен бірінші саптан үзілген жоқпын деп айтады дейді. Өзінің аяғына есеп беріп жүрген 70 жыл бойы адамдар өзінің аяғын қаққа барып жүрген біледі дейді. Сондықтан аяқтың мәселесінде егер фи маъсиятилля Аллаға қарсы шығатын жерлерге қарай кетіп бара жатса дейді, онда аяғыңды тоқтат дейді. Ертең аяғың сатып кетеді дейді сен Алланың алдына барған кезде. Тақуа адамдар өзінің аяғының қаяққа бара жатқанын. Алтыншы сипаты дейді, бұл не? Бұл жүректің мәселесінде Алладан қорқу дейді. Жүректің мәселесі деген кезде енді бұл жерде шайын деп тұр баратыздан. Жүрек неге? Тәкаппарлық, менмендік, өзімшілдік, көре алмаушылық, бықсып жатыр ананың іші бар ғой, тек шоқ жетпей тұр, атылып кетейін деп жатыр, ше. Көрдіңіз ба? Не бар тағы? Дұшпандық, жек көрушілік бір-бірінің ара. Жүрегің соған толса дейді. Абайла жүрегіңді тазалап ал дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кетеді. Анас дейді. Жүрегіңде мұсылмандарға деген ешқандай не болмасын дейді. Кек ыза, өшпендік, дұшпандық болмасын дейді. Шамаң жетсе таңертең кешке жүрегіңді тазала. Бұл менің ең ұлы сүннетім дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кімде-кім менің сүннетімді тірілтсе, ол мені жақсы көргендігінің белгісі. Ал кімде-кім мені жақсы көрсе, ол менімен бірге жәннатта болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіз бе? Жүрегін қадағалап жүрген адамдар, иншалла сіздерде направление бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында әңгімелесіп отырасыңдар. Омар, сен осы Омарлар отырады өткен қасында. Осы қалай сен хижрет еттің деп біреулер мазалайды Омарды хижреті деген. Қой сен қызымды көміп тастады деген рас па осы? Сен сөйтіп естіп қой залақта деген сияқты. Сөйтіп Омардың қасында, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бәкірдің қасында әңгімелесіп отырасыздар иншалла. Не болса, жүрек таза болса. Яума ла янфау малу ва ла банун дейді Алла. Ешқандай ол күні мал дүние бала-шаға пайда бермейді. Илля тек қана жалғыз нәрсе пайда береді дейді. Не дейді? Мән аталлаха би қалбин салим. Кім сау жүрекпен Алланың алдына келетін болса дейді, сол жүрек ол адамды алып шығады дейді. Ане көрдіңіз ба? Жүрек деген нәрсе адамның бойындағы бір бөлшек ет, ол түзу болса дене түзу дейді. Ол бұзық болса бүкіл дене бұзық дейді. Жүректегіні денең растап береді дейді өйткені. Ішіңде не бар? Сол сенің амалыңнан көрініп тұрады дейді. Сондықтан жүрекке өте сақ болуымыз керек екен, иә? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні отырды да, қазір сендерге жәннаттық бір кісі кіреді демеді. Бір кісі кіріп келе жатыр сахаба. Қолында тәпішкесі бар. Шашы сулы дәрет алып жайлап отырды. Көп адамдар біле бермейді жаңа. Қарапайым әдеттегі сахаба. Сөйтті де уағызын бітірді. Ертеңге қазір сендерге жәннаттық кісі келеді деді ғой. Кешегі кісі келіп келе жатыр дейді. Үшінші күні тағы сол нәрсені айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям.
жаңа кісі кіріп келе жатты дейді. Абдулла ибн Амр ибн Ас деген кісі сахаба. Ойбай, мынау қандай амалы бар дейді ғой бұның. Жәннатқа 3 рет направление келді. Бір үйіне дейін барайын дейді. Үйіне дейін барады да, үйіне кірейін деп кезде көке дейді, мен әкеммен шамалы келіспей қалып едім, бір 2-3 күн сіздің үйде бола тұрайыншы дейді. Сөйтеді де, ойбай, сен сияқты адам қалайша біздің үйде қонақ келіп, үйіне қонақ қылады, жаңа неғылады. Сөйтеді де, бұл түнде тақажды оқиды ғой деп, Абдулла ибн Амр ибн Ас бір көзін ашып жатады ғой, намаз оқиды шығар деп. Жоқ дейді, анау ұйқым періп жатыр дейді жаңа кісі. Таңертең намазға тұрады дейді. Намаз оқып алады дейді. Ауыз бекітті ма десе, шай ішіп дейді жаңа кісі. Намазға барып келеміз. Жоқ, ораза жоқ. Ой, жақсы енді духа бірдеңе оқиды шығар деп, ананы күзетумен жүр бұл. Ештеңе жоқ дейді жаңа. Кешке дейін күзетеді ғой несі. Екінші күні тағы қазір бірдеңе, кеше не қылмады ғой енді, бүгін оқиды шығар деп жатты дейді ғой. Бұл тағашты деп ойлап жүрген сөйтсе жаңа. Сөйтсе жаңа кешкісін намаздан кейін келіп тағы да ұйықтайды дейді ғой жаңа. Таңертең оянады дейді намаздың уақытында. 2 күн ұйықтамаған ғой анау ше, Абдулла ибн Амр. Енді бүгін соңғы күн көрейік дейді ғой. 3-ші күні дәл сол нәрсе ғой, жаңа амал жоқ та артық. Өлуге келеді ғой. Сонымен келеді де айтады, көке дейді, мен негізі әкеммен бәрі жақсы дейді да. Просто пайғамбар салсам 3 күн бойы жәннатқа кісі кіреді деген кезде сіз кіріп келдіңіз дейді да. Сол бір қандай амал бар екенін көрейінші деп келіп едім. Ештеңе көре алмай жатырмын дейді. Көрдің ба? Ештеңе жоқ менде дейді. Көрдіңіз ба? Енді мен біреуді нәпіл нәрседен таяйын деп жатқан жоқпын. Нәпілдерден де абзал болған нәрсе бар бірақ. Ішің мына жер толып қалған болса бар ғой, нәпілің сенің қиын онда. Жүрегің таза, мына жаңағы дерттерден таза болатын болса, иншалла онда жақсы. Сонда не дейді? Мен дейді, ештеңе жоқ менде дейді. Мен тек қана кешкісін жатарда бәрін кешіріп жатам деп айтады дейді. Мені ренжіткендер бар, өзім ренжіп қалғандар бар. Тапты, сосын әдемі ұйықтайды екен ғой, көрдіңіз ба? Ауылда бір братан айтады, мә, таң атқанша сәкіде ұйықтай алмаймын дейді, ана жолдас баланы көре алмай ше. Түнімен ұйықтатпайды екен, ана көре алмай ше. Ауру ғой, ауру. Маған ештеңе істеген жоқ дейді, просто көтеріп барады дейді. Соны ұйықтай алмаймын дейді, кешке дейін жатып. Таңға дейін ұйықтай алмаймын дейді. Аны көре алмайтын таза жүректер әдемі ұйықтайды екен да. Соқсап жаңағы пайғамбар салсам оның несін айтып тұр дейді, жүрегін айтып тұр екен ғой. Міне 6-шы нәрсе, бұл жүрекке сақ болу керек. 7-ші нәрсе, сонымен тоқтатайық. Бұл ықыласқа сақ болу дейді. Тақуа адамдар амалдарын істейін деп жатқан кезде дейді, не үшін істейін деп жатқанына мән беріп тұрады дейді. Кім үшін, не үшін істейін деп жатыр, соған қарайды дейді. Адамдар айту үшін істейін деп жатсаң дейді, онда қайтадан қайтта ниетіңді туралап ал дейді. Али радиаллаху анху дейді, мен ешқашан соғыстан шаршаған жоқпын дейді. Ниетімді туралаумен ақ шаршап біттім дейді. Соғыстың ішінде Али күшті қиратады деген ана әңгімелерді естіген кезде адам сондай ғой қасқа. Қиратады деген сайын қиратасыз, бояғыш деген сайын сақалын бояп жібереді ол кезде. Көрдіңіз ба? Сол нәрсемен ақ соғыстың ішінде ниеттен ақ шаршадым дейді. Соғыстан шаршаған жоқпын дейді мен ешқашан. Ана бір сахабаның өмірінде келеді ғой. Қиратып кетсе бетіне тфу деп бір түкіріп жібереді дейді да. Деп айналып өтіп кетеді жан қасына. Сөйтіп кейін сұраса дейді, мен тым жақсы Алла үшін соғысып жатсам дейді, алдымнан түкіріп жіберіп, нәпсім үшін ұрайын деп жатырмын дейді ананы. Сөйттім де, соғыстың ішінде ниеттен арпалысып жүру, біз айдалада мешітке келе жатып ниеттен айырылып қала бересің. Дұрыс па? Не үшін, кім үшін істейін жатқанын білмей қала бересің. Алла ықыласты құлдарынан қылсын баршаларымызды. Алла тағала мына 7 сипат, біріншісі не дедік? Тіл. Екіншісі асқазан, слабый жер осы болып тұр. Үшінші көз, төртінші қол, бесінші аяқ, алтыншы жүрек, жетінші ниет, ықыласқа сақ болу керек дейді. Өйткені білесіздер, тозақтың есігі 3 адаммен ашылады. Ниет білесіздер ғой? Біреу шәһид, біреу ғалым, біреуі жомарт. Үшеуі де амалдарын адамдар үшін істеген. Адамдардан кім үшін істедің, соған бар дейді Алла тағала. Ол кімге барады, ол уақытта ешкім таппайды ғой. Онда бетін сүйреп апарып тозаққа тастаңдар. Үшеуі тозақтың есігін ашып береді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Үшеуі де мұсылман бірақ. Көрдіңіздер ме? Бірақ ниеттері кім үшін болған? Адамдар айту үшін. Жомарт осы, ой, осы бір атанға шаруа тапсырсаң істейді деп айту үшін істеген да. Көрдіңіз ба? Анау жүр жаңағы менің ғалым, қари, ойбай, дауысы әдемі деп айту үшін. Мынау жүр қатты соқсат, ойбай, төбелескен кезде алдына соперник шақ келмейді деп айту үшін. Үшеуі де өзінікін алды дейді. Алла тағала сақтасын. Алла тағала Құран кәрімде инна лил муттақина мафаза, міне тақуалар үшін дайындалған ұлы жеңіс мекені бар дейді. Я? Хадаиқа ва аънаба дейді. Бау бақшалар менен жүзім бақтар бар дейді Алла тағала. Ана жүзім бақта, бүйтіп жүзімге қарайсың дейді. Қаласаң болды аузына сап етіп түсіп тұрады дейді. Қызыл десең қызыл, көк десең көк жүзім. Білесіздер ғой? Құш ұшып бара жатқан құстың өзін қаласаң қуырылып алдыңа түсіп жатады жәннатта.
ақылға тура келмейді, бірақ Алла адамның көзі бұрын көрмеген, ақылы бұрын оны танып білмеген нәрселерді дайындаған тақуалар үшін. وحدائق وأعنابا وكواعب أترابا дейді. Әйел кісілер бар ма төменде? Айта берейін. وكواعب أترابا дейді. Қос анары толықсыған хор қыздарын Алла дайындап қойған дейді жәннатта. Енді өзара еркектердің арасында айта берейік. Қос анары түсінікті ғой, иә? Қос анары толықсыған хор қыздары оларға не дейді дейді? Қызметші болады дейді. Көрдіңіздер ма? Көрген кезде көздері қуанатын. Енді олар қызмет жасайды әшейін. Негізі бар ғой, әйелдер ренжіп қалады. Негізі еркек әйелімен кіреді жәннатқа, иншалла. Білесіздер ма? Әйелімен кірген кезде ол ханшайым болады да, аналар әшейін болып қала салады дейді. Көрдіңіздер ма? Жұма күні дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, еркегі базарға кетеді дейді. Базардан келген кезде екеуі бір-бірін танымай қалады дейді. Мынау менің әйелім ба деп айтады дейді. Не деген әдем болып кеткенсің деп. Ойбай, сен менің күйеуімсің ба деп. Екеуі бір-біріне жұма сайын ғашық болады дейді, аллар бар ғой. Көрдіңіз бе? Сымбаттылығы артқанның үстіне арта береді. Қызғана алмайды ол жақта. Қызғаншақтық дегенді алып тастайды дейді Алла тағала екен. Көрдіңіз бе? Ой, осы кезде бір не әңгіме еске түсіп кетеді, бір Емекең сөйтіп айтып жатқан ғой, әйелімен бірге жәннатқа кіреді деп сөйтіп айтып жатса. Ағамыз отыр дейді алдында, имам, осы хадис тошын сахих па деп айтады дейді. Енді бұл пайғамбарымыздың хадисі ғой, сахих деп айтып жатса, ояқта да құтыла алмаймыз ба одан деп айтады. Шаршатып жіберген ғой ағамыз. Ояқта шаршатпайды иншалла, ояқтағы тек нығмет. Көрдіңіз ба? Апалардың құлағын алтын сырға шаршатпаңыздар ағаларды. Және ол жерде не болады дейді? Қадақтар дейді, жаңағы стакандар. Стакандар болады дейді, солармен шәрбатты сусында қалып келеді дейді, қызметшілер бар ғой. Анадан бар ғой, шөлдегендіктен ішмейді дейді, ләззат үшін ішеді дейді. Көрдіңіз ба? Іш. Ал. Намаз? Болды, тоқтатайық. Болды, тоқтатайық. Просто жәннатта жүредік та, мейлі еді. Айтайын деп атын. Айтайын деп атын, мен Ақтөбеде бауыржан сөйледім марқым. Өйстіп айтып отырсам, мына бір барып қайтатын жер екен деп жәннат туралы жатсам. Қай жерге келген ұмытып қалдым жай. Сусындар ішетін. Соны ішеді дейді, ләззат үшін ішеді дейді ананы ше. Көрдіңіз ба? Оны шөлдегендіктен ішпейді дейді. Не дейді? Ішкен кезде хитамуху миск дейді. Ананы ішеді ғой, деп кекірген кезде бар ғой, әтір шығады дейді аузынан. Көрдіңіз ба? Әтір шығады дейді. Бір барат айтады, мә қойшы дейді, біз мияқта ішкен кезде құсамыз ғой дейді. Жоқ, құстырмайды дейді, әтір шығады дейді. Уафизалика фалиятанафасил мутанафисун. Жарысатындар, осыған жарыссыңдар дейді Алла тағала айтады, көрдіңіз ба? Ол басқа аятта бар. Аяттың ар жағы не еді құдасы? Ол жақта олар бос әңгіме, өтірікті де естілмейді дейді. Жазаан мин роббика атаан хисаба. Міне, Раббыңның дайындаған сондай несі дейді, тақуалар үшін нығметі, олар оны қанағаттандырады дейді, қарасаңызшы. Жәннаттағы біз беретін нығметтер, ол тақуаларды қанағаттандырады дейді. Негізі адам қанағаттанбайды. Білесіздер ғой, бір сай алтыннан болса, тағы бір сай болса екен деп жүресің. Жебің болса, одан да үлкен жеп бар ма екен деген сияқты. Жоқ. Ол жәннаттағы нығмет, Алла сізді қанағаттандыратын нығмет дейді. Сол жәннатта Алла баршамызға нәсіп етсін. Рамазанның оразасын тақуалар қалай ұстады, солай ұстап шығуды Алла баршамызға нәсіп етіп, сол жолда сәттілік берсін. Алла шынайы тақуалардан болуды, амалдарымыздың қабыл болуын, өзі разы болатын амалдар жасап, өзімен разы болған күйде қауышуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын баршаңызға.